Сәлем достар, мен сіздермен бірге боламын. Алдымен маған тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Және мен парақшама кіріп тіркеліңіз. Менің парақшамда пайдалы ақпараттар өте көп. Ал енді бірге пайдалы ақпаратымды ұсынайын, бірге соны тамашалаңыздар. Алдымен телефонның алдына жайғасып алыңыздар. Ал енді бастаймыз. Бізде алдымен керек болатын зат ол Finder. Finder дегенді басасыз, сізде осындай поиск бар ғой. Осы поискқа кіресіз, содан кейін сізге лайк деген бар. Егер сізде ондай Finder деген жоқ болса, онда міндетті түрде төбеде тұрған мынандай поиск бар ғой, осыған кіріп жазатын боласыздар. Менде өзі шығып тұр екен. Міне лайк дегенді жоқ болса, тартып алыңыздар. Бұл өте күшті зат. Бұл жерде сізге біреу тіркелуі мүмкін, және сіз подписчигіңіз көп болса, TikTok сияқты ақша табуыңызға болады деген сөз. Бірінші міне достар, бізде осындайда тұрады. Ал біз бірге аккаунтымызға кіреміз. Бізде аккаунтымызға кірген соң, енді мынау соңында 1, 2, 3-шіде тұрған плюс батырмасын басамыз. Бұл жерде сізге видео түсіруге болады деп тұр. Осылайынан басасыз. Осылайынан басқаннан кейін сізде соңында мынандай бар ғой, видеода тұр. Біз қазір лайфте мынандай фотоға өзгертуіміз мүмкін. Міне супер микс деген бар, я. Соны басасыз. Содан кейін сізге осындай супер микс деп төбесінде тұрған ағылшынша жазып шығады. Міне достар, осы жерден қалағаныңызды создатып басасыздар. Және мен мынаны таңдадым. Мен осы время игры дегенді таңдадым. Бұл капкут сияқты зат, кәдімгідей. Осылайынан істейтін кезде осылай 3 рет болып шығады достар. Өте қызық және нормально. Создат дегенді басасыздар. Мен бастым, загрузка өтеді. Сіз қағаларын кейінгі видеода көрсетемін. Осылайынан создат дегенді басқан соң өзіңізге сурет таңдайсыз. Оны түсіну өте оңай. Өзіңізге кәдімгі бір фотоны таңдайсыз, далее дегенді басасыз. Сол кезде сізге шығады достар, ал мен бірге шығып кетейік бірге. Міне достар, шығып кеттік. Енді сіздерге мынаны үйретейін. Мынандай Finder дегенді қайдан аламыз деп ойлайсыздар. Бұл өте оңай. Ол үшін былай жасайсыздар. Өздеріңіздің кәдімгі поисктарыңызға кіріп, ағылшынша Finder деп жазасыздар. Сізде қазір шығады. Finder деп жазу керек. Бізде Finder жазған соң, бізде настройки Finder деген бар, я. Біз соны басамыз. Потом бізде міне барлығы дайын. Разрешить деген бар, я. Бізде міне 0 Finder деген бар. Осылай Finder настройка дегенді шығып, 0 Finder дегенді басамыз. Сіз одан шыққан соң, сізде міне Finder дайын болады. Немесе былай жасайсыз. Настройкаңызға кіріп, Finder деп жазасыз. Мен жазып қойған екен, Finder. Finderді басқан соң, сізге міне настройка Finder бар. Үстіп мына Finder дегенге кіресіз. Сіз разрешенді басасыз. Сізде барлығы бар. Настройки Finder дедіні басып. Содан кейін сізге уже Finder деп жазғаннан соң сізге дайын болады. Осылай Finder кіргенде осылар да бар. Жақсы, мен сіздермен бірге болдым. Сау болыңыздар. Сіздерге менің видеом ұнаған болса, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен мен бірге болдым. Жақсы, сау болыңыздар.